Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз осындай өте дәмді қызыл барқы тортын жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Алдымен қызыл краскамызды айранымызға араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, 2 жұмыртқамызға қантымызды қосып, біздің қантымыз әппақ болып түсін өзгерткенше массасы 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксермен араластырып аламыз. Шамамен менде жұмыртқа мен қанттың араласуына бір 3-4 минуттай уақытым кетті. Бізді массамыз мінеке осылай 2 есе ұлғайды. Енді оған краскамыз араласқан айранымызды қосамыз, иісі жоқ сұйық майымызды қосып, тағы да бір мәрте барлығының басын біріктіретін боламыз. Мінеке араластырып болдық. Енді үкішке мен ұнымды, қопсытқышымды және де жарты қасық какаоны қосып, барлығындай осылай електен өткізіп аламыз. Одан кейін қайтадан миксермен немесе венчиктің көмегімен тағы да бір мәрте барлығын осылай араластырамыз. Бізде өте әдемі осындай қоймалжың масса пайда болу керек. Енді бұл массаларды әдемілетіп формаларға төсейміз. Ол үшін әуелі осындай пергамент қағазын диаметрі 23 см формаға жасап, осындай дөп-дөңгелекті формалар жасаймыз. Бұл біздің барқытымызды құйған кезде ағып кетпеуін қадағалайды. Енді 4 бізде корж пайда болады. Әр коржға 3 ас қасықтан массамызды салып, барлығын жан-жақты етіп осылай жайып шығамыз. Негізінде бұған 21 см қолданған жақсы. Сол кезде бізде 5 корж пайда болады. Әр коржды 180 градуста қыздырып тұрған пеште 7-8 минуттан пісіріп аламыз. Енді кремін әзірлейміз. Ол үшін творожный сыр, яғни творожный ірімшігімізге қантымызды қосып, біздің творожный сырымыз ергенше араластырамыз. Бірақ та ол қатты еріп кетпеу керек, өйткені қатты еріп кетсе, біздің массамыз сұйық болады. Барлығын осылай араластырып болған соң, тоңазытқышта тұрған мұздай болып тұрған сливкемізді араластырамыз. Тағы да айта кететін жайт қыздар, сливкеміз міндетті түрде мұздай болу керек. Сол кезде ол жақсы миксермен араластырған кезде жақсы көпіреді. Мінеке бізде осындай қоймалжың масса пайда болды. Енді оны әдемілетіп, біздің корждарымызды жинайтын боламыз. Қыздар, айта кететін тағы да бір жайт, бұл формада менде корждарда крем өте қатты болмады. Өйткені мен торттарда қатты крем болғанын қаламаймын, онша ұнатпаймын. Бұл кәдімгідей дәл осындай, бұл неге мини красный барқытқа жететіндей болып табылады. Егер де сіз көптеу болғанын қаласаңыз, онда бір пропорциясын, сосын оны жарты пропорциясын тағы да қоссаңыз болады. Ол кезде сізде уже креміңіз көп болады. Мінеке осылай барлығын әдемілетіп, жан-жағына жағып, қайтадан үстіне корждар корж крем етіп алма-кезек жағып отырамыз. Красный барқыт тортын әркім әртүрлі қылып әсемдейді. Мен бетіне осылай дөңгелектерді жасадым, одан кейін қайтадан кітай гүлдерді жасап, құлпынайды қойдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.